Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеомыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыз. Алишер әдепті және ұқыпты бала. Ол колледжде оқиды. Сонымен қоса, оның сүйген қызы бар. Ол қызын өте қатты жақсы көретін. Қыз екеуі бір жиналыста оқымаса да, басқа колледжде курстас болып оқитын еді. Алайда жігіт қызды жақсы көрген үшін оның үйіне саушы жібереді. Қыз есе разышылығын білдіріп, екі ортада тойға дайындық басталады. Той ыбыр-жыбырда болады, пәтір сындырды болып, ол кезде қыз разышылығының бергеніне жігіттің сенбеушілік сезімі өте үлкен еді. Жігіт бақыттан басы айналып, қызға деген махаббатын жан тәнімен білдіргісі келетін. Той болды. Тойда өте қызықты әрі олардың махаббатының қосылуына Алишердің бақыттан көзі ашылмас еді. Жігіт тойды бақытты әрі маңызды өткізді. Тойдың ертесіне ата-анасы оны келіннің қолынан бір шайнек шай ішкен кезінде тойдың шаршауының шығып кеткенін қалай екенін байқағанда жоқ. Ал Алишер есе бақыттан басы айналып, 7-ші аспанда жүр. Себебі ол сүйген қызына үйленген еді. Және де оған өзі де сенер емес. Арадан уақыт өтіп, Алишер салған үй бітті. Себебі ол семьяда 3-ші перзент, яғни 3-ші ұл. Ол үлкені болғаннан кейін отбасынан арақ шығу керек. Солайша бұлар бөлек шықты. Екеуінің махаббаты бір-бірінен көз үзбес дәрежедегі махаббат еді. Алайда олар 2 жыл өтті, бірақ оларды бір нәрсе қинайтын, яғни перзентсіздік. Олар перзентті болуды өте қатты қалайтын. Ол екеуі тексеруге барды. Тексеру нәтижесінде Алишерде бәр нәрсе жақсы екенін, ал Фатимада есе перзентсіздік дағы бар екенін естіді. Алайда Алишер оның бәріне көнді. Мен сен үшін бәр нәрсеге шыдаймын, мен сені жақсы көремін деді. Оған келіншегін тастап кетпейтінін, бәр жайтын түсіндіріп айтты. Бұндан кейін олар үйге қайтты. Үйге қайтқаннан кейін Алишер өзінің перзентсіз болатындығын ойлап, алайда Махлияны тастап кете алмайтындығын, оны жан тәнінен артық жақсы көретінін сезінгеннен кейін өзін қоярға жер таппай басы қатты ауыра бастады. Алишер орнынан тұрды да 4 ұйықтататын дәрісін ішіп, орнына жатты. Алайда ол ұйықтаса, бас ауруынан құтылатын сияқты. Түнгі сағат 2 болды. Бірақ жігіт әлі де ұйықтаған жоқ. Оны перзентсіз болудағы өте қатты қинап жатыр еді. Алайда жігіт және 4 дәрі тұрып орнынан ішті. Бір кезде оның ұйқысы келе бастады және де ұйықтап қалды. Азанда Фатима орнынан тұрып, азанға асты дайырлай бастады және де Алишерді оған шақырды. Фатима телевизордан көрсетуді көріп жатыр екен, Алишерді айтқанына жарым сағат болса да ол әлі шықпағанын сезінді. Келіншек орнынан тұрып, күйеуінің жанына барып оны оятпақ болды. Алайда Алишер орнынан тұрмады. Сол кезде ол түсінді, күйеуінің жүрек ауруы бар екенін, және де тез хұрыс қылып тұратынын ол білетін еді. Күйеуінен айырылғанын білген Фатима бақырып жылай бастады. Алайда оның қиялына бір нәрсе келді. Оны жинап, сүдіреп, шкафтың ішіне тығып қойды. Ал келген адамдарға оны Россияға істеуге кеткен деп айтамын деп шешті. Арадан 10 күн өтті, ата-анасы Алишерді іздеп келді. Ата-анасына Алишер әкем жұмыс алып Россияға кетті деп үн қатты. Оған ата-анасы хайран болып кетті. Арадан уақыт өтіп, 1,5 ай уақыт өтті. Үйден сасық иіс шығатын еді. Қыз Алишерді тек түнде қасына алып жатып, күндіз күні шкафтың ішіне салып қоятын. Көршілер бұны байқай бастады, онан сасық иіс шығатын еді. Сасық иісті естіген көршілері оны махаллаға да айтты. Махалладағылар бірнеше рет келді, бірақ оның қай жерден шығып жатқанын түсінген жоқ. Сол ақыры ішкі істер бөліміне
хабарландыру жіберді. Хабарландыру нәтижесінде үйге келінді. Үйге келіп іздестіру жұмыстарында Әлишердің мәйіті шкаф ішінен табылды. Шкаф ішінен табылғанынан көршілердің бәрі аң-таң болды. Бұл әңгіме халық арасында кеңінен жайыла кетті. Содан соң білінсе, Фатима рухи касалға ұшыраған, Әлишердің ауырғанын көтере алмаған және де оны шкафқа жасырып жасаған. Әлишерді ертесіне ақ жерге дәпіндеп, оның мәйіті жерге қойды. Ал Фатима болса рухи касаллар үйіне жатылды. Қыссадан қысса осы ғой. Егер біздің видеомыз ұнап жатса, сізге бір ғана лайк тимесін басуды ұсынамыз. Сау саламаттықта жүздескенше.